Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ұйғыр халқының самсасының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайтынына кәміл сенімдімін. Ұйғыр халқының осы самса рецепті өте оңай, қарапайым түрде жасалады. Ал дәмі өте ерекше, қамыры сондай үлпілдек, жұмсақ, міне көріп тұрғандарыңыздай қатпарлы болып шығады. Енді кірісейік. Ең алдымен 2 сарыуызды және 1 дана жұмыртқамызды, 1 бүтіндей жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне 100 граммдай қаймақты. Қаймақтың майлылығы 25%. Бірақ маңызды емес. Оның үстіне 1 шай қасық тұз және 50 мл салқын суды құйып, барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан соң 500 граммдай ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Одан соң 82% болуы қажет. Майдың майлылығы осы 82% болуы шарт. Осыны салқын болуы маңызды. Осыны ұнмен бірге араластыра отырып, үккіштен өткіземіз. Крошка пайда болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен барлығын үгітіліп, ұн мен майды біріктіріп аламыз. Одан соң ортасын ашып, оның үстіне жаңағы жұмыртқалы массамызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өте оп-оңай бірігеді. Қолға сәл ғана жабысатындай болады, бірақ өте жұмсақ, сондай бір эластичный қамыр пайда болады. Міне дәл осындай қамыр шығады. Осыны целлофан пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Одан соң 140 грамм 82% сары майды ертіп аламыз. Міне 30 минуттан кейін тоңазытқыштан алып шығамыз қамырымызды. Оны 2-ге бөлеміз. Теңде 2-ге енді ұн себелей отырып, жұмыс үстелімізге оқтаудың көмегімен жаямыз. Бір бөлігін целлофан пакетке салып қоямыз, кеуіп қалмасын. Қалған бір бөлігімен жұмыс жасаймыз. Міне осылайша бір бөлігін алып, оны себелеп, алдымен осылай қолымызбен басып шығамыз. Илеуге, жаюға ыңғайлы болу үшін. Құрамында май болғандықтан біздің қамырымыз өте жұмсақ, өте оп-оңай болып жайылады. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп жайдым. Енді тағы да ұн себелеп отырып, біріне осылай біріктіріп, бұл қамырымызды, жайылған қамырымызды басқа жерге қоя тұрамыз. Оған дейін екінші қамырымызды жайып шығамыз. Міне екінші қамырымызды жайып шықтық. Енді осының үстіне жаңағы ерітіп қойған сары майымыздың тең жартысын жағамыз. Барлығын осылайша бетіне толықтай жағып шығамыз. Жағып болған соң ең бірінші қамырымызды, жайылған қамырымызды алып, осы бірінші қамырдың үстіне орналастырамыз. Оның қалған 70 граммдай сары майымызды, қалған жарты бөлігін екінші қамырымыздың үстіне толықтай жағып шығамыз. Міне жағылды. Енді бір шетінен бастап, бір-біріне тығыздап, міне көріп тұрғандарыңыздай қатты тығыздап орап шығамыз. Ешқандай арасына ауа кірмегені дұрыс. Барынша тығыздап осылай орап шығамыз. Міне соңғы жағында барынша осылай қолымыздың көмегімен қатты қыспай-ақ осылайша бір-біріне орап шығамыз. Және болғаннан кейін осылай бір-бір қысып жүрсеңіздер болады. Барлығын осылай дөңгелектеп, тағы да целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа кем дегенде 4 сағатқа немесе 1 түнге қойған дұрыс. Мен 1 түнге қойдым. Сол кезде қамырға май сіңіп, біздің самсамыз өте ерекше болып шығады. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм пияз және 1 орташа картошка керек болады. Ең алдымен тауық етінен 250 грамм алдым. Оны арнайы осы блендермен барлығын езіп, дайындап аламыз.
Мен екі түрлі салмамен дайындаймын. Бірі тауық етімен, екіншісі сиырдың тартылған етімен. Екеуінен де 250 грамм аламыз. Және 500 грамм қиясымызды осылайша блендерден езіп аламыз да, 200-250 грамм, яғни тең жарты бөлігін тауық етіне, тең жартысын сиыр етіне тартылған етке екеуіне біріктіреміз. Және бір орташа картопты да ұсақтап турап, екеуіне теңдей етіп бөлеміз. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Жаңадан шыққан видео рецепттеріме лайк басып, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда өзге де тағам рецепттері бар. Қазақша контенттің YouTube каналына дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Міне, енді барлық дайын болды. Енді оның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш және мен кориандр қостым. Кориандр бір өте ерекше дәм береді. Сіздер де қоссаңыздар болады. Бір ас қасық күнбағыс майынан екеуіне де құйып шығып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің осылайша екі салмамызда дайын болды. Ендігі келесі кезекте бір күн тұрған қамырымызды аламыз. Осылайша қатып, яғни қамырымен майы сіңіп керемет болып шықты. Енді осыларды бөліктерге бөлеміз. Мен тек кішкене ғана бөлігін алдым. Қалған бөлігін тағы да мұздатқышқа салып қоямыз. Мен осылайша кішкене бөліктерді алып, 35-40 граммға дейін сол аралықтарда мен бөліп шығамын. Бір протеинге жететіндей ғана бөліп алып шығамын. Қалғанын тағы да мұздатқышқа салып қоямын. Міне бір бөлігін алдым. Қатты еріп тұр, сондықтан кішкене ғана ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жұқа етіп жайып шығамыз. Бір шелпегіміз дайын. Осының үстіне салмамыздың бір ас қасығындай саламыз. Және жан-жағы дұрыстап жабылуы үшін осылайша саусағымызбен сулап шығамыз. Және біріктіріп, мен осылай самсаны түйу әдісімен дайындадым. Міне осылайша оп-оңай жасалады. Үлкен бас бармақпен осылайша тек айналдыра отырып түйіп шықсаңыздар болады. Енді келесі екінші салмамызбен де дәл осы жолды қайталаймыз. Міне біздің самсаларымыз дайын. Пергамент қағаз төселген протеинге барлығын орналастырамыз. Бір жұмыртқаның сарыуызын жақсылап тұрып шайқап аламыз. Барлық самсамыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Қалауынша бетіне күнжіт сепсеңіздер болады, мак сепсеңіздер болады, немесе еш нәрсе сеппей осылай пісірсеңіздер болады. Қызып тұрған 190 градус пеште 25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыздың барлығы дайын. Тауық етімен де, сиырдың етімен де, міне көріп тұрғандарыңыз өте жып-жұмсақ, қатпарлы болып пісіп шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сенімді рецепт. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.